Кәсіп түбі нәсіп. Ыбырай Алтынсарин. Саламатсыздар ма? Саулығымызды сақтауға септігін тигізетін, бұқара халыққа қамқор болатын саланың бірі медицина. Еркін Сабировтың осы салада қызмет етіп келе жатқанына аттай 23 жыл болыпты. Медицина саласы менің сүйіктісім. Мақсатым науқас жандарға көмектесу. Сабиров Еркін Бекетұлы, Медикер медициналық орталығының Атыраудағы филиалының директоры, мамандығы дәрігер-реаниматолог. Биылғы жылдан бастап Атырау облысы ұлттық медициналық палатасының директоры. Отбасылы, 2 қызы, 1 ұлы өсіп келеді. Кейіпкеріміз 20 жасынан бастап ауылдық емханада халықтың денсаулығын нығайту мақсатында еңбек етті. Ептілігі мен еңбекқорлығының арқасында Еркін Бекетұлының мәнсап жолындағы тасы өрге домалай берді. Гиппократ антына адал дәрігер науқастардың ауруына шипа болар дәрілер мен заманауи құрылғыларға қол жеткізуді армандайтын. Арманына жету үшін талай қиындықтан мойымай өтті. Ол кезде жаңа әйнек шприц, ине жаңа жетпейді ғой. Біріншіден сан жетпейді. Екіншіден ол күндіз-түні пайдаланғасын жерде жаңағы қайра алмағасын ол өтпейді. Біз соны аламыз да жаңағы кәдімгі мына тас қайраққа инені аламыз, қайраймыз. Қайрап, тазалап, жуып, қайнатып, ары қарай тағы залалсыздандыратын тәсілдермен залалсыздандырып, сосын барып науқасқа пайдаланамыз. Ол кезде де армандар болады ғой. Жалпы өзім осы дәрежеге жеткенше жаңағы оқудан қол үзген жоқпын. Емдеу процесінің жаңалықтарын оқу, я болмаса жаңағы осы денсаулық саласын басқару ісін ұйымдастыру сияқты оқулардан кенде қалған жоқпын. Ал бүгінде кейіпкеріміз 3 жыл бұрын есігін айқара ашқан Медикер медициналық орталықтар желісінің Атыраудағы филиалының басшысы. Ғимарат 3 үлкен бөлімнен тұрады. Стационарлық емдеу, амбулаторлық ем-дом қабылдау, профилактикалық бөлімдер. Интенсивті терапия блогында 24 төсек орны бар. Сонымен қатар, заманауи хирургиялық бағыттағы стационар медицина саласындағы инновацияларды игеруден қалыс қалмай келеді. Дені сау ұрпақ, болашақ кепілі. Нұрсұлтан Назарбаев. Еркін Сабиров, елбасымыздың Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты жолдауында салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлт денсаулығының кілті болып табылады деген пікірімен толықтай келіседі. Және де Қазақстан халқының орташа өмір сүру ұзақтығын жоғарылату арманы бар. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай, жатсыздар ма? Келген науқастарға барымызша көмек көрсетіп жатырмыз. Қазіргі таңда біз бұл кісінің көз давлениесін өлшедік. Қалай қазір енді? Нормальный давлениесі жақсы ма? Қазір жақсы, жақсы. Саламатсыздар ма? Жұмыстарыңызды баставатсыздар ма? Баставатырмыз. 10 жыл 19-да. Ал жақсы. Әлеке жұмыстарыңызды сәттілік. Біздің науқасымызға аман-есен жеңілденсін. Сау болыңыздар. Рахмет. Жекеменшік аурухана салу қыруар қаржы мен ерен еңбекті қажет етті. Алайда, мемлекеттің көмегінің арқасында атыраулықтар әлемдік стандарттарға сай емханада сауығу шараларын қабылдауға мүмкіндік алды. Мемлекеттік бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында Медикер Атырау компаниясына 471 миллион теңге несие берілді. Жылдық мөлшерлемесі 14% кредиттің 7%-ын субсидия ретінде мемлекет өтеді. Бұл қаржыға аурухана қабырғасы көтеріліп, заманауи медициналық құрылғылармен жабдықталды. Дәрі-дәрмектер сатып алынып, құрал-саймандарға толықтырылды. Медициналық салада ол құрал жаңа несиеге күрделі құрал жабдықтар сатып алып отыр. Өте сапалы құрал жабдықтар және жаңа ғимарат тұрғызып отыр. Бұл дегеніміз осы Атырау өңірінде бұл бизнестің болашақта жалпы тигізетін үлесі көп, және халықтың денсаулығын жақсартуға деген негізі жеке кәсіпкерлік саласында дамыған денсаулық сақтау компаниялары
және денсаулық сақтау саласында олардың жаңағы сапасы жоғары деп айтуға болады. Неге десеңіз, ол өзінің құрал жабдықтарына деген ұқыптылық қарауы және тазалыққа деген жалпы клиентті, яғни әрбір ауру азамат оларға жаңағы белгілі бір сұраныспен келгеннен кейін оның хал жағдайын толыққанды, оның сұранысын толыққанды қанағаттандыруға тырысады. Неге десеңіз, ол болашақта әрі қарай ұзын құлақ арқылы болсын, немесе сол азаматтың қайта келуіне болашақта жалпы жаңағы кепілдік жасап қою керек. Медициналық орталықтың жалпы көлемі 5000 шаршы метрді құрайды. Мекемеде 60 дәрігер, 70 медбике және 60 кіші медициналық қызметкерлер жұмыс істейді. Аурухана күніне 500 адам қабылдай алады. Құрметті әріптестер, бүгін енді мынау біздің кезекті отырысымыз. Бүгінгі таңда дүйсенбіге қандай біздің мәселеміз тұр? Бұл кеңседе талай науқастың тағдыры талқыланып, талай мәселенің түйіні шешіледі. Еркін қызметкерлерімен ақылдаспайынша өздігінен шешім қабылдамайды. Болашақта дәрігерлердің шетел тәжірибесін меңгертіп, біліктілігін арттыру мақсатында оқуға жібергісі келеді. Біздерде қазір мынау басқа жақтан маман тарту мәселесіне ден қойып отырмыз қазір. Мамандарымызды уақытылы оқытуға, оның біліктілігін арттырып отыруға ден қойып отырмыз. Одан соңғы біздің тағы бір қолға алып отқан мәселелеріміз мынау медициналық көмектің түпкілікті сапалы болуына қол жеткізу. Ол үшін жаңағы бірінші жаңа айтқан кезексіз жағдай ұйымдастыру науқастарға, білікті дәрігерлердің көмегін ұйымдастыру, сапалы дәрі-дәрмекпен қамту, сонымен қатар сервистік қызметтер көрсету. Жұмыстан қолы қалт етсе, кейіпкеріміз достарын ертіп, Ерке жайықтың жағасында балық аулайды. Қармаққа олжа түсірудің өзі бизнестегідей төзімділікті талап етеді. Себебі төзімді тілегіне жетеді. Мына балық аулауға келгенде, біріншіден таза ауа, денсаулыққа пайдалы, екіншіден күн жақсы болса, жылы болса, суға түсесің, жүзейсің, ол да денсаулыққа пайдалы мысалы. Олардың мақсаты мен ойы бір жерден шығады. Бірін-бірі бәсеке емес, шынайы достық пен бизнеске деген ықылас ортақтастырады. Замандастар жиі-жиі кездесіп, қуанышты сәттерін әрқашанда бірге өткізуге тырысады. Атыраудың алыбының бәресте. Өзінің маманы жақсы, жұмысында енді тәртіпті, тазалықты, шындықты сүйетін азамат. Оның бойындағы ерекшелігі ол адамға өте бір көмектескісі келіп тұрады, өте бір жақын тартып тұрады. Еркін Сабиров балаларынан білімді болуын талап етеді. Отбасымен өткен уақытты пайдалы өткізгенді жөн санайды. Бұл жолы бақытты отбасы Атырау қаласының маңындағы Сарайшық мұражайына келіп, мәдени мұраларды тамашалауды жөн көрді. Үлгілі әке әрқашанда білгенін балаларына айтудан жалыққан емес. Бақыттың кілті дұрыс жар таңдаумен, мамандықтан жаңылмау екеніне сенімді. 20 жыл бірге өмір сүріп жатырмыз. Екеуміз де дәрігерміз. Талай жұмыс бабымен де қиындықтарды көріп жатырмыз мысалы. Енді сосын енді уақытты өтіп келе жатыр, заман да өзгеріп келе жатыр. Біз бастаған кезде жаңағы медицинада басқа болды. Мен ойлаймын, ол маман. Біріншіден оған адамның өмірі қымбат. Ол жаңа науқас бола ма, ол қасында қызметкер бола ма. Өмірдің тар жол тайғақ кешуінен өткен кейіпкеріміз жастарға не істесең де алдымен халыққа пайдасы тисін деген кеңес бергісі келеді. Кәсіпкер жандар біріншіден үнемшіл болу керек, турашыл болу керек, әділ болу керек, батыл болу керек деп ойлаймын. Сосын кәсіпкер адамдар өзінің мынау тұрғылықты еліне, туған жеріне әрдайым да қол ұшын беріп қызмет қылып тұратын сондай патриот жандар болу керек деп ойлаймын. Адамға ең қымбат нәрсе жұртқа ма, жұрт ісі. Ахмет Байтұрсынов.